Ғасырлар бойы тіршілігі үзілмеген, заңғары биік, аңғары көркем ғажайып асқар Алатау сілемдерінің күнгейіндегі Шымкент қаласының тарихын танытып, өзіндік бет-бейнесі мен болмысын байқататын уақыт жетті. Ерлан Айтаханов, Шымкент қаласының әкімі. Біз Шымкент қайырымды қала болуымыз керек. Мына Әл-Фараби, Абу-Насыр Әл-Фараби бабамыздың философиялық трактаты бар. Қайырымды қала дегеніміз не, олардың тұрғындары қандай болу керек, неге ұмтылу керек, басқа. Сол арқылы біз Шымкентті танытуымыз керек. Шымкент, яғни қайырымды қала, оған негізде бар. Шымкент қайырымды қала.